Сәлеметсіздер ме балалар, каналыма қош келдіңіздер. Жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Біздің күнгі өтетін сабағымыз өсімдіктердегі фотопериодизм деп аталады. Бұрын соңды оқыған, естіген боларсыңдар. Егер білмесеңіздер, бүгін осы тақырыптың біз мағынасын ашамыз. Фотопериодизм дегеніміз жарықтың тәуліктік ырғағына организмнің реакциясы. Демек, яғни фотопериодизм ол жарық, ол күн ұзақтығы, ал қараңғы түн ұзақтығы бойынша тәулік бойынша арақатынасының өсуі мен дамуға әсері. Фотопериодизм ол өсімдіктер мен жануарларға да тән. Өсімдіктер фотопериодизмінің жүйелі және жан-жақты зерттелуі 1920 жылы басталды. Тағы да бір сөзбен айта кетсек, анықтамасын фотопериодизмнің ол өсімдіктердің сыртқы ортаның маусымдық өзгерістеріне бейімделу реакциясы болып табылады. Жалпы фотопериодизмнің ерекшелігі неде, яғни бұл не үшін қажет деген сұрақ туындауы мүмкін, иә? Қазір мен айтамын және сабақтың соңына қарай тағы да бір қайталаймын. Бұл яғни әсіресе өсімдіктерде гүлдеудің фотопериодтық реакциясы болып табылады, және де ерекшелігі өсімдіктердің тіршілік ету ортасына бейімделуінің көрінісі болып табылады, және де оларға жылдың кез келген уақытында өсімдік гүлдеуге немесе жеміс беруіне мүмкіндік тудырады. Яғни нелерді алатын болсақ, қазір сабақтың соңында айтамын дедім, гүлдерді алайық, иә, мысалы біз 8 наурызда гүлдер мысалы нетеміз, сыйлаймыз бір-бірімізге, яғни олардың барлығы жылыжайда өсірілген гүлдер. Осы фотопериодизмнің салдарынан, немесе кез келген біз жеміс-жидектер айтамыз, күнделікті тұтынатын. Бұның барлығы осы фотопериодизмнің ерекшеліктері болып табылады. Енді бұл ненің фотопериодизмнің екі түрі болады. Яғни гүлдеуді тездететін күн жарықтығының ұзақтығына, өсімдіктердің реакциясына қарай ұзақ күн өсімдіктері, қысқа күн өсімдіктері және бейтарап өсімдіктер деп үшке бөлінеді. Осы жерге мән береміз, дәптеріңізге жазып алыңыздар, себебі тестта, ұбт-да осылар өте көп кездеседі сұрақтары. Ұзақ күндік өсімдіктер дегеніміз не? Бұл өсімдіктер жаздың басында гүлдейді және күзге дейін жемісі мен тұқымы пісіп жетіледі. Енді қараңыздар, мына жерде мен қызыл түспен белгілеп қойдым. Бұған астық тұқымдас өсімдіктер жатады. Яғни қара бидай, бидай, сұлы. Бұл ғана емес, немесе басқа да түрлері бар, иә? Бірақ та сонда бұның ерекшелігі неге дегенде, есіңізде ұзақ күндік өсімдікті белгілеңіз дегенде, яғни бұл астық тұқымдас өсімдіктер жаздың басында гүлдейді, күздің қарай одан жеміс пайда болады. Бір сөзбен айтқанда, бидай, тары немесе сұлы деген сияқты. Ал бұл ұзақ күндік өсімдіктері қай жерлерде көптеп таралған деген сұрақ болса, яғни олар қоңыржай және полярлы ендіктерде таралған. Екіншісі, қысқа күндік өсімдіктер дегеніміз не? Бұлар өсімдіктер жаздың соңында гүлдейді. Алар жаздың басында гүлдеп бітті ғой, иә? Бұлар жаздың соңында гүлдейтін өсімдіктерге біз астраларды және бақсықөлдерді жатқызамыз. Жаңағы мысалы ұзақ күндік, қысқа күндік өсімдіктердің екі мысалын сіздерге қойып қойдым. Міне, біріншіде бидай, екінші астраның суреті тұр. Бұлар яғни өсімдіктері, бұлар жеміс бермейді ғой, білесіздер, гүлді өсімдіктер ғана болып тұр. Тек қана гүлдеуі жаздың соңында болады. Ал бұл нелер қысқа күндік өсімдіктер қай жерде таралған деген сұрақ туындаса, олар субтропикаға жақын облыстарда таралады. Үшінші түрі бұл бейтарап өсімдіктер деп аталады. Бұл туралы сіздерге ақпарат аса қажет емес. Енді келесі бізге осы фотопериодизмнің биологиялық және практикалық маңызы. Мен бірінші слайдта айттым, яғни ерекшелігі неде дедім, иә? Бұлар маңызы жасанды жарық түсіру арқылы күн ұзақтығын арттырып, жыл бойы көкөніс, түрлі сәндік өсімдіктерден мол өнім алуға болады. Енді мына суретте сіздерге мен оқулық бойынша көрсетіп тұрмын. Көріп тұрсыздар, иә? Қияр, перецтар, көріп тұрсыздар, бірінші суретте алманың сорттары, иә? Помидор, одан кейін жаңағы роза гүлінің, тюльпан гүлінің түрлері көрсетіп тұр, әртүрлі сорттары. Яғни осы өсімдіктердің барлығы жасанды жарық түсіру арқылы, иә, жарықты көп түсіріп, яғни ұзағынан арттыру себебінен алынған өсімдіктің түрлері. Маңызды басты ерекшелігі осында. Тақырып өте қысқа да нұсқа, түсінікті деген ойдамын. Ақпараттардың бәрін дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сұрақтарыңыз болса, болып жатса комментарийға жаза кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет.